Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, бұл бірінші студия бағдарламасы және де оның жүргізушісі мен Қуандық Танабас. Сыбайлас жемқорлықпен күрес бағытында аймағымызда ертіс адалдық алаңы атты кешенді бағдарлама жүзеге асырылуда. Аталмыш жоба аясында түрлі мемлекеттік және бюджеттік мекемелердің бірінші басшыларының жекелей жауапкершіліктері арттырылмақ. Яғни қол астындағы бағынышты қызметкерлердің біреуі заң бұзушылық жасаса, бұдан былай сол мекеменің бірінші басшылары да тікелей жауапқа тартылатын болады. Қазірде бұл жоба аймағымыздың денсаулық және білім беру салаларында оңтайлы іске асырылуда. Бүгін біз бірінші студияда осы жоба жайлы егжей-тегжейлі кеңінен талқылайтын боламыз. Құрметті көрермен, сіздерде өз сауалдарыңызды 33 90 35 телефонына хабарласу арқылы қоя аласыздар. Бүгінгі біздің студиямыздың қонақтарын таныстырып өтелік. Еркеғали Жұмабайұлы Жанғазы, Қағандық қоғамдық бірлестігінің төрағасы және де арнайы мониторингтік топтың өкілі. Студиямызға қош келдіңіз. Және де тағы бір қонағымыз Нұржан Нұрлыбекұлы Толыбеков, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің бас маманы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді Нұржан Нұрлыбекұлы, әуелі өз сауалымды әуелі сізден бастағым келеді. Осы ертіс адалдық алаңы жобасы жайлы егжей-тегжейлі көрермендерімізге айтып берсек, бұл жоба қашан бастау алды, оның мақсат міндеттері нендей? Рахмет, баршаңызға қайырлы кеш. Енді осы бүгінгі күні заманның талабына сәйкес мемлекетіміз қарыштап дамыған сайын осы сыбайлас жемқорлық сияқты жағымсыз құбылыстың да қалыспай жаңа сипатта көрініс тауып, өзінің тамырын жаю қаупін ескере отырып, елімізде бірқатар жаңа жүйелер енгізіліп, жаңа жобалар іске асырылуда. Соның бірі бүгінгі біздің тақырыбымызға сәйкес ол адалдық алаң жобасы. Енді осы жобаның қысқа тарихына сүйенетін болсақ, осы 2018 жылы қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында Астана адалдық алаңы жобасы бастау алған болатын пилоттық режимде. Бұл жобаның негізгі мақсаты бұл жалпы қоғам жұртшылық арасындағы тұрмыстық жемқорлықты жою, болдырмау, оны алдын алу және мемлекеттік мекемелерде квази-мемлекеттік субъектілермен көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету және ашықтығын қамтамасыз ету. Осы орайда Астанада денсаулық сақтау саласында елеулі өзгерістер енгізіліп, соның нәтижесі ескеріліп, агенттіктің тарапынан президент әкімшілігіне осы жобаны барлық республикамыздың өңірлерінде енгізу мәселесін қарастыру жөнінде ұсыныс жолданған болатын. Және елбасымыз өзінің қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыспен өмір сүру сапасын арттыру атты халқына жолдауында еліміздің барлық өңірлерінде аталған жобалық кеңселерін ашу және жұмысын бастау туралы ерекше атап өткен болатын. Енді басты негіз осы жолдаудағы талаптарды орындау мақсатында бүгінгі күні Павлодар облысының әкімдігімен бірлесіп, біздің өңірімізде ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесі ашылды. 2019 жылдың қаңтар айынан бастап өз жұмыстарына кірісіп кетті және оның мақсаты жаңағы атап өткен пилоттық режимде өз қызметін атқарған адалдық алаңы сияқты осы тұрмыстық жемқорлықты алдын алу және жою болып табылады. Еркеғали аға, жалпы бұндай жобалар қаншалықты жемқорлыққа төтеп бере аламыз осындай жобалармен біз? Саламатсыздар ма, кеш жарық. Жобалық менеджмент деген түсінік бар. Ол бір сұрақты, бір мәселені басынан алып, оның миссиясын көрсетіп, соңғы нәтижесіне дейін жету. Бір мерзімнің ішінде. Бұл енді медицина саласына бастады, ертіс адалдық алаңы өз жұмысын. Онда ең әуелі бірінші сұрақтар болған медициналық мекемелердегі біздің кезектер. Сонда мониторинг жасалды. Енді
нелер көрініп тұр, нәтижелері. Өйткені қордаланған көп сұрақтарды шешу мақсатында, өздеріңіз білесіздер, қазір халыққа қызмет көрсету орталығында бірінші және соңғы сенбі күні денсаулық сақтау басқармасының басшысы өзі тікелей азаматтарды қабылдайды. Сол жерде кез келген азамат барып. Бұл сол жаңағы ертіс адалдық алаңымен басталған жобаның бір жетістіктері деп айтып болады. Одан бөлек оңтайландыру, астына түсіру, кез келген азаматтың өзінің сұрағына тез жауап алу, медициналық қызмет бойынша барлық емханаларда іске асырылды. Одан кейін бақылау кеңес деген құрылды. Ол бар, бұрыннан болған. Онда қоғамдық өкіл ретінде бізді қосты. Мен қазіргі уақытта 4-ші емханада бір отырыс өтті. Сонда 4-ші емхананың бас дәрігері есеп берді. Сонда ең үлкен мен енді сұрақ ана кезекке байланысты ғой. Бір сұрақ қойдым, сіздерге неліктен кезек көп және қанша бос орын? Сонда бір ғана емханада, 4-ші емханада 18 дәрігер жетпейді екен. Соның салдарынан кезек пайда болады. Соны міндетті түрде содан ғой. Сондықтан оны бір жағымен түсіністікпен қарағанмен, екінші жағынан бұл мемлекеттік деңгейде шешілетін сұрақ, мәселе. Соны ертіс адалдық алаңы арқылы біз көтеріп отырмыз. Ертіс адалдық алаңы арқылы, яғни осындай мемлекет тарапынан көрсетілетін қандай да бір қызметтерге қарапайым халық баға бере алады. Солай емес пе? Бұл жерде енді қысқаша қоса кетейік. Жалпы халықтың назарына ұсынатын болсақ, енді көп адамдар шатастырып жатады. Біз ертіс адалдық алаңы жобасы бұл қылмыспен күреспейді және жемқорлықтың алдын алу мақсатына бағытталған шараларды іске асырады. Демек, бұл қысқа сөзбен айтқанда халық пен билік арасындағы алтын көпір десек те болады. Ертіс адалдық алаңына келіп түскен барлық кез келген сұрақтар немесе арыз шағымдар тікелей осы ертіс адалдық алаңымен қарастырылып, оның шешу жолдары қоғам өкілдерінің бірге қарастырылып, шешімін тауып беруге өз үлестерін қосады. Қосымша айта кететін болсақ, жаңа Еркеғали ағамыз айтты ғой, осы ең алғашқы объект болып ертіс адалдық алаңының жобасы кеңсесі денсаулық сақтау саласында ауқымды жұмыстар жүргізді, мониторинг жұмыстарын 2 ай көлемінде өткізді. Ең негізгі көп қойылатын сұрақтар мен жалпы барлық әлеуметтік желілердегі арыз шағымдар бұл денсаулық сақтау мекемелеріндегі кезектілік және көп уақыт күтілуі. Осы мәселені шешу мақсатында денсаулық сақтау басқармасымен бірлесіп, осы ертіс адалдық алаңы жобасы аясында арнайы мониторинг мобильдік қосымша әзірленген болатын және осы мобильдік қосымшаға сәйкес кез келген азамат өзінің үйден шықпай ғана өзінің денсаулығын белгіленген сұрақтар бойынша өзінің денсаулығына баға бере алады. Демек, бұл жаңағы айтылған кезектіліктің қысқартуына өзі тиісті тікелей әсер ететіні белгілі және оның нәтижелерін бүгінгі күні көріп жатырмыз. Бірақ дегенмен біз болашақта жаңағы 2 ай, 3 айдың көлемінде аталған саладағы жұмыстарды жүргізіп, тамамдап бұрылып басқа салаға кет қалдық деген мағына емес. Бұл жалпы жыл көлемінде, 2 жыл көлемінде болсын енгізілген өзгерістер мен сол мәселелер қайта айналып келмеу және оларға оралмау мақсатында бақылау жұмыстары жиі тиісті түрде жүргізіліп жүретін болады. Осы ертіс адалдық алаңы жобасы аясында, мынау енді денсаулық саласын айтып жатырмыз ғой. Сол саладағы жемқорлық жайлы, фактілер жайлы адамдар хабарлай ала ма? Осы саладағы? Әрине, тек қана осы денсаулық сақтау саласында емес, барлық кез келген саладағы орын алып жатқан сыбайлас жемқорлық жайлы фактілерді 14-24 кол орталығына кез келген азамат тәулік бойы хабарласуға мүмкіндігі бар. Сонымен қатар ертіс адалдық алаңының жобасының кеңсесінде арнайы WhatsApp желісі де жұмыс істейді. Оны жұртшылықтың назарына атап өтуге болады. 8-747 404-14-24 нөмірі бойынша кез келген арыз шағымдарын, сұрақтарын мазалайтын мәселелер бойынша өздерінің хаттарын жолдауға болады.
Еркеғали Жұмабайұлы, жалпы мына денсаулық сақтау саласында қазіргі таңда көбінесе қандай жемқорлық фактілері кездеседі? Денсаулық сақтау саласында жемқорлық дегенде мониторинг тобымен өздеріңізге белгілі былтыр өткізілді. Мына неге еңбекке жарамсыздық парақшаға сатылған болатын. Одан кейін кез келген анықтамалар, оның бәрі көрсетілді. Қазір соның болдыру мақсатында электронды парақшалар, еңбекке жарамсыздық парақшалары, QR кодтар бар. Сол арқылы кез келген мекеме оны тексеріп біле алады. Сондықтан ананы қолдан жасалған еңбекке жарамдық парақшалар келмейді. Өйткені тексергенде ол сәйкес келмейді. Сондықтан ондайлар міне бастысы осылар болды. Жаңағы еңбекке жарамсыздықпен кез келген басқа да бір 086 дейді, сондай анықтамаларды сатылған фактілер болды. Бұл жерде бірақ адамдардың, тұрғындардың өздері де түсіну керек қой. Ондай сатып алған жаңағы құжаттардың өзі олардың жаңағы денсаулықтарындағы қандай да бір ақаулардың бар екендігін көрсетпейді ғой. Енді адам әртүрлі себептермен сондай неге барады, істерге. Әрине ол түсіну керек. Екіншіден, адам өзінің денсаулығына өзі жауапты болу керек. Ең бастысы оны адамды біздің қоғам түсіну керек. Өйткені адалдық әуелі адамдардың өз бойларында қалыптасу керек қой бұл жерде. Әуелі сол, өйткені мемлекеттік емхана бар да, мемлекеттік емес жеке емхана бар. Жеке емханаға барсаң айтылады, жаңа кезек аз, ақшаңды төледің, сапалы тез өттің деген сияқты. Соның бәріне адамдарды талпыныс беру керек. Өзінің денсаулығына дұрыс қарау, салауатты өмір салтын ұстану, оның бәрі енді бар жерде айтылады деген. Бұл жерде енді қосымша атап өту қажет. Осы ертіс адалдық алаңы жобасы тек қана азаматтардың арыз шағымдарын күтумен ғана отырмайды жұмыста. Біз жалпы әлеуметтік желілердегі жарнамаларды да талдау жүргіземіз. Соның нәтижесінде былтырғы жыл және осы жылдың басында әлеуметтік желілерде осы жұмысқа жарамсыздығы туралы медициналық анықтамаларды сату фактілері анықталған болатын. Бұл шаралар жаңағы жасырын сатып алушы тәсілімен жүзеге асырылады және анықталған жағдайда тиісті құқық қорғау органдарына жолданады. Сонымен қатар бұл жерде тағы бір атап ететін мәселе, қазіргі күні осы денсаулық сақтау мекемелері бұл шараларды өздері де жүргізіп жатыр. Өйткені себебі бұрынғы кезде осы салада істеген азаматтар немесе жасанды анықтамаларды сатумен заңсыз бір осындай қызметпен айналысатын фактілер анықталды. Полиция департаментіне де жолданды, ұлттық бюрода қызметкерлеріне осы фактілер бойынша барлық материалдар жолданды. Ертіс адалдық алаңы жобасы аясында кеше сіздер өңірдің ұстаздармен, білім ордалардың басшыларымен кездестіңіздер. Сол жиын туралы айтып берсеңіздер, ондағы мақсат не болды? Қазіргі уақытта енді ерекше назар биыл жастар жылы деп атап жатырмыз. Біздің елдің болашағы, өскелең келешек ұрпақтың санасына түзу жаңағы жемқорлыққа қарсы бір мәдениетті қалыптастыру мақсатында осы жобалық кеңсенің қасында саналы ұрпақ атты фронт офис ашылған болатын. Бұл фронт офис Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде орналастырылған. Олардың құрамына жаңағы ұстаздармен қатар жастары да осы құрамына кіреді. Және өзіңіз атап өткен ұстаздар арасында жүргізген кешегі іс-шарада біз ұстаздардың немесе мектеп директорларының егер де өздерінің мекемелерінде өздерінің қызметшілерімен қандай да бір жағымсыз сыбайлас жемқорлық қылмыстары жасалған жағдайда сол мекеме басшыларының тікелей жауапкершілікке тартылатыны жайлы міндеттемелерге қол қойылды. Бұның негізгі мақсаты жаңағы қылмыстық кодексте де немесе әкімшілік кодексте мысалы үшін мемлекеттік қызметшіге немесе оған теңестірілген тұлғаға заңсыз материалдық сыйақы беру үшін біз тек қана мемлекеттік қызметшілерді және оларға теңестірілген адамдарды ғана жауапкершілікке тарта аламыз.
егер осы сәтте қандай да бір ұстаз егер ата-аналардан заңсыз сыйақы алған жағдайда, ол азаматтар жаңағы сыбайлас жемқорлық субъектісі ретінде қылмыстық жауапкершілікке тартыла және әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Осы фактілерді болдырмау мақсатында, алдын алу мақсатында осындай шаралар жүргізіліп жатыр. Міндеттемелер сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарын қабылдау бойынша осындай міндеттемелерді қабылдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біздің студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қойыңыз. Мына Ертіс адалдық алаңының WhatsApp номерін айтсаңыз деп отырмын. Рахмет. Жалпы Ертіс алаңы жобасы аясында жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, арнайы қосымшалар бар, мобильді арнайы телефондар бар, WhatsApp, соны көрермендеріміз сұрап жатыр. Яғни осы жоба аясында өз арыз шағымдарын түсіргісі келсе, қайда жүгінулері тиіс? Бұл енді жаңа жоғарыда атап өттім, WhatsApp желісінің номерін жазып алыңыздар. 8 747 404 1424 нөміріне тікелей өздеріңіздің арыз шағымдарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдай аласыздар. Сонымен қатар тәулік бойы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің кол орталығында 1424 нөмірі қызмет жасайды. Дәл сол жерге сыбайлас жемқорлық фактілері жайлы хабарласуға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Жалпы бүгінгі күні Еркеғали аға, мына білім саласын қаншалықты осы жемқорлық жайлаған деп ойлайсыз? Жиі кездесе ме осы салада? Білім беру саласын үшке бөледі, жалпы мектепке дейінгі, орта білім және жоғары білім. Статистика бойынша білім беру саласы ең жоғары деңгейде тұр. Сыбайлас жемқорлық фактілері бойынша бар деп айтылады. Бұл жерде әсіресе жоғары оқу орындарында, өйткені студенттер бәріне түсінікті, адамдар өздерінің мамандығын таңдағанда жалпы бір үдеріс бар, бізде оны айтылды. Қазіргі кезде мемлекеттік грант бөлінгенде ата-аналарды бір жағынан түсінуге болады. Тегін балаларды оқыту үшін, қолына дипломды жоғары білімді алу үшін өзінің маманды сүймейтін, өзіне мысалы ұнамайтын мамандыққа түсіп, соны тегін оқып шықсам деген сондайлар бар. Енді ол бала мысалы оған бейімі жоқ, студенттің бейімі жоқ, ол әрине соған жақын тұрады деп саналады. Және мұғалімдер де, ұстаздар да жоғары оқу орындарындағы белгілі ғой адам болғаннан кейін. Ондай фактілер бар деп саналады. Одан арғы магистратура бар, одан докторантура бар. Ол жерде де бар деп есептеледі және жоғары оқу орындары соған жақын тұрады деп саналады. Статистика бойынша жоғары. Бұл қазір тақырыпқа біз тағы бір ораламыз. Әзірге біздің эфирге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Кеш жарық, сіз тікелей эфирде, сіз сауалыңызды қойыңыз. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз ба? Менің қоятын сауалым, мына Ақсу ауданында не Қытайлар келіп, не завод салайын деп жатыр дейді. Сосын ана Ертіс ауданында мүйілдер түгел жерді алып алған дейді. Кісілер барып тексерсе. Енді Ақтоғай ауданында мына Спартактан бастап Ақтоғайға дейін жерді мына жиектің мына жақ қыр жағын Терентьев деген алып алған. Қазақтарға жайылатын жер жоқ дейді. Сосы мафияға байланысты ма екен, соны түсіндіріп беріңіздерші. Біз қайда барамыз? Енді ана жолы Болат Бақауов айтып отыр. Ақштан бизнесмендер келіп, бізде шошқаны өңдейтін завод, колбасасын ба өңдейтін завод салынады. Соған көмектесеміз деп жатыр. Бұл не сұмдық? Жақсы, сауалыңызға рахмет. Біз енді мына жаңа көбінесе білім мен денсаулық сақтау саласын айттық, ал егер мына тұрғындар тарапынан енді жер мәселесі жаңа айтып өткенде ауыл шаруашылық саласына қатысты сауалдар көтерілсе, осы тұрғыда қандай да бір тексерулер жүргізуге мүмкіндік бола ма? Әрине, әрбір салада, ол жер саласы болсын, немесе ауыл шаруашылық саласы болсын, кез келген салада мысал үшін берілетін субсидиялар немесе жер телімдері тікелей мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді іске асыру арқылы жүзеге асырылады. Осы бағытта егер мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын немесе заң бұзушылықтарына жол берген жағдайда осы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жергілікті департаментінде мемлекеттік қызмет басқармасы бар. Бұл басқарма арнайы
шағымдардың негізінде егер азаматтар өздеріне қатысты қабылданған шешімдермен жаңағы келіспей қалған жағдайда өздерінің шағымдарын келіп жазуға болады, және сол шағымның негізінде тиісті тексеру шаралары жүргізіледі, тиісті шаралар қабылданады және сол азаматтардың құқықтары қорғалады. Мынау қазір адалдық алаңына өзіміз қарап отырсақ, көрермендердің де қызығушылығы ауа бастаған сыңайлы. Жалпы мына мектептердегі ата-аналардан, сол мектептердегі ақша жинауға байланысты қаншалықты шағымдар жиі түседі сіздерге? Оны қазіргі қамқоршылық кеңес деген құрылды мектептерде. Олар заңды тұлға болып, әділет департаменті арқылы тіркелді. Олардың өздері жарғылар бар, солар жұмыс істейді. Дегенмен ата-аналар өздері, мысалы бір сынып болса, өздерінің бастамалары бойынша бір бөлігі, енді бізді ата-анамыз ғой, бір бөлігі мынандай көмек көрсетейік, жаңағы сыныпқа осылай бір жалюзи құрайық, мектепке есік құрайық, тағы бірдеме деп айтылады. Жалпы оның бәрі бюджеттен бөлінетін нәрсе. Енді ата-ананы түсінуге болады, мектепке көмек көрсеткісі келеді. Біреуінің, мысалы, біреуінің мүмкіндігі жоқ оған беруге. Екінші жартысы біз берейік дейді. Сондай түсінбеушіліктер болып жатыр. Бұл ата-аналардың белсенділігі ме, әлде мұғалімдердің бір сұраулары болып тұр ма бұл жерде? Жеке ұсыныстары да болуы мүмкін. Бірақ мен көбін білуімше осындай қазіргі уақытта. Бұрындары болды, біз өзімізде болдық. Бізге де айтты, мұғалім күніне ата-аналар мұғалім күніне біздің ұстазға, класс жетекшімізге 5 мыңнан жинап берейік деп. Біз 25 бала, ол енді ертеректе мен баламда болған нәрсе. Сосын біз айттық, енді 25 адам 5 мыңнан 125 мың болады ғой, мұғалім күніне 125 мың беруден. Біз бас тарттық. Мысалы, мен айттым, мен бермеймін дедім. Сондықтан ата-аналар да сол айтты, жоқ, біздің ұстазға деген біздің көзқарасымыз жақсы, көзқарасымыз басқаша болу керек деп біз енді түсіндірдік. Олар түсінді, сондай жағдайлар. Ал егерде жиналатын жағдайлар болса, әрине ата-аналар оны айту керек. Ашығын осылай болып жатыр деп. Қазіргі уақытта енді ондай болады деп мен өзім. Адалдық алаңы жобасы аясында жаңа біз айтып жатырмыз ғой, бірінші басшылар жауапқа тартылады деп. Егер осындай фактілер, жаңағы мұғалімге ақша жинап беру сияқты фактілер орын алса, осы мектептердің директорлары жауап бере ме заң алдында? Әрине, бұл бағытта тиісті шаралар жүргізу қажеттілігі туындайды міндетті түрде. Мысалы үшін сол мекеменің қызметкерлері арасында сұрау жұмыстары жүргізіледі, оны дәлелдеу мәселесі бар. Және әрине, егер осы фактілер расталған жағдайда неге тартылмасқа? Әрине, заң алдында барлықтарымыз жауаптымыз ғой. Кеше сіздер оқу орындарының басшыларымен өткізген кездесуде жаңағы жеке жауапкершілікті арттыруға байланысты оқу ордаларының басшылары арнайы құжаттарға қол қойды, қателеспесем. Сол құжатта не жазылған, сол қағазда? Бұл құжат жаңа жоғарыда атап өткендей, егер кез келген мектепте, кез келген ұстаз болсын, немесе жаңағы директорларға бағынысты қызметкерлердің тарапынан қандай да бір сыбайлас жемқорлықпен байланысты жағымсыз іс-әрекеттер орын алған жағдайда, заңсыз материалдық сыйақы алумен, берумен байланысты фактілер орын алған жағдайда, тек сол алған адам ғана емес, сонымен қатар сол адамдардың, азаматтардың басшылары да тікелей жауапкершілікке тартылады деген бір міндеттемеге қол қойылды. Неге? Себебі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес барлық сыбайлас жемқорлыққа қарсы субъектілер тиісті іс-шаралар қабылдауы қажет. Сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мақсатында, оны алдын алу мақсатында тиісті шаралар қабылдау қажет. Осы талаптарды ескере отырып, ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесімен осындай бір ұсыныстар білім беру басқармасымен бірлесіп ұсыныс ретінде енгізіліп, мекеме басшыларының арасында осындай үгіт насихат жүргізіліп, міндеттемелерге қол қойылды. Бас тартқан ұстаздар болды ма сондай құжатқа қол қоюдан? Бас тартқан құжаттар ұстаздар жоқ. Дегенмен біз әлі қала және аудан
аймақтарындағы ұстаздар бар, директор мектептері бар. Бүгінгі қол қойылған рәсім бұл тек біздің қала ішіндегі мекемелермен байланысты болды. Әлі біздің облысымызда 200-ден астам білім беру мекемелері бар. Оған және біз шектелмейміз. Оған дейін және балабақшалар бар, квазимемлекеттік секторлар бар. Барлық мекемелермен тиісті міндеттемелер қабылдауға біз ұсыныстарымызды береміз. Рахмет. Біздің енді сол жиыннан арнайы дайындаған сюжетіміз бар еді. Ендеше соны бірге тамашалайық. Бұған дейін ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесі өңірдегі бас дәрігерлермен жеке жауапкершілік жөнінде келісім жасасқан болатын. Соның арқасында қазір емдеу мекемелерінде келеңсіздік азайды. Енді бұл жоба білім саласына жетті. Алайда мектеп директорлары келісімге оңайшылықпен келер сыңай танытпады. Құжаттың қаншалықты заңды екенін нақтылап, сұрақ сауалдарын жаудырды. Бұл қаншама заңды, әрине сіздер енді заңның адамдары болғаннан кейін заңды деп айтасыздар. Бірақ мен қол қойғаннан кейін бұны мен жақсы білуім керек. Бұл заңды ма, заңсыз ба? Бұл барлығы заңды нәрселер. Егер де сіз қол қойғыңыз келмесе, және де осы жемқорлыққа қарсы тұру бағытында жұмыс жасағыңыз келмесе, сізді ешкім ешқайда қудалап жатқан жоқ. Қол қоймауыңызға болады. Білім жемқорлыққа бейім саланың бірі екені жасырын емес. Мектептерді былай қойғанда балабақшалардың өзінде түрлі шараларды сылтау етіп ақша жинау оқиғалары көп кездесіп жатады. Жеке жауапкершілік туралы келісімді жасаудағы басты мақсат қоғам індетіне айналған осы құқық бұзушылықтың алдын алу және жою. Мектеп ремонт жасау керек, шараларды түрлі өткізу керек. Соған байланысты енді ата-аналар тарапынан жиі біздің сенім телефонымызға әртүрлі арыздар немесе хабарламалар түсіп жатады. Мектептерде заңсыз ақша жинау енді көбінесе қазір балабақша выпуск болып жатыр, шығайындап жатыр. Мектептерде 4-ші сыныптар. Енді ата-аналар былай қарағанда екі топқа бөлінеді өздері. Ата-аналардың бір тобы ақша жинауға өздері бастамашыл болса, оған қарсы болатын да тараптар бар. Көбінесе солар шағым түсіреді. 5 мыңнан 15 мыңға дейін жинап жатқандар болады. Сондықтан да бұл мәселелерді барлығын заңдастыруға қажет. Жаңағы ата-аналар жиналысы, олар өздері жинап, жаңағы попечительдік кеңестер бола ма, соның барлығын заңдылығын, олардың қызметін зерттеп, осы талдап белгілі бір ұсынымдар енгіземіз. Бүгіннен бастап ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесі өңірдегі барлық білім мекемелеріне мониторинг өткізбек. Оқу жылы соңында жұмысымызға кедергі болады деп оған да наразылық білдірген директорлар болды. Мемлекеттік қызмет органының мамандары сараптама жұмыстарының еш бөгеті жоқ екенін түсіндірді. Айтпақшы, кеше ғана білім және ғылым министрі мектеппен қоштасу кешін білім ұясының өзінде өткізу керек екенін айтты. Директорлар бұған да наразы болар ма екен? Біз енді кешегі болған жиыннан шағын үзінді сюжетті тамашаладық. Ал енді мына жоғары оқу орындарындағы жемқорлық туралы айтсақ. Мәселен, қазір кейбір аймағымызға белгілі оқу орындарында білесіздер, мұғалімдер студенттерге дипломдық жұмыстарды сата бастайды. Дәл қазіргі кезде жаңа дипломдық жұмысты қорғайтын кезде. Бұл қылмыстық іс пе әлде әкімшілік іспен қаралама бұндай мәселелер? Жалпы қылмыстық іспен және әкімшілік жауапкершілікке тарту арасындағы айырмашылық бұл егер де лауазымды тұлға немесе оған теңестірілген тұлға қандай да бір азаматтан заңсыз сыйақы алатын болса және оның сараптаманың нәтижесіне сәйкес сол заңсыз сыйақының бағасы 2 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда бұл әрине қылмыстық жауапкершілікке тартуға кеп соғады. Ал егер 2 айлық есептік көрсеткіштен төмен болған жағдайда мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің осы жергілікті департаментімен әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сонымен қатар жаңағы заңсыз сыйақыны беруші тарапы да жауапкершілікке тартылатынын атап өту қажет деп ойлаймын. Жұртшылықтың назарына көп адамдар шатасып жатады, мысалы алған адамдарды ғана жауапкершілікке тартады деп. Қазіргі осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл туралы заңнамаға сәйкес заңсыз мәселен осы себептен болар. Студенттер сіздерге айтудан қорқатын шығар. Өйткені өздері де жауапкершілікке тартылады бұл жағдайда. Дұрыс қой. Ал егер мысалға мұғалім олардың өздері жазған дипломдық жұмыстарын алмаса, қабылдамаса,
өзі жазған дипломдық жұмысты студентке сатқысы келсе, бұл жағдайда мысалға ауылдан келген балалар бар, студенттер бар. Енді бұл жерде бір мысал ретінде атап өтейін. Өткен жылдың соңында осы облысымыздың жоғарғы оқу орындарында кешенді тестілеуді тапсыру процесіне арнайы жасырын сатып алушы тәсілімен бір мониторинг жұмыстары жүргізілген болатын. Және оның нәтижесінде осы жоғарғы оқу орындарында кешенді тестілеуді тапсыру барысында ұстаздар мен студенттер арасында келісімдер жүргізеді. Мысалы, егер жаңағы абитуриент мұғалімнің көмегіне жүгінетін болса, сол кешенді тестілеуді WhatsApp желісі арқылы жауаптарды алу мүмкіндігін мұғалімдер жасайды, және оның ақысы 50 000 теңге болатыны осы барлық әлеуметтік желілерде және жаңалықтарда белгіленген болатын. Осы барлық кемшіліктерді ескере отырып, осы баршамызға мәлім, биылғы жылдан бастап осы кешенді немесе бірыңғай ұлттық тестілеуді тапсыру бағыты төрт этаптан құралатын болды, және бұл бір жағынан жақсы жағын атап өту қажет. Бұл студенттерге алғаш кезден бастап сұрақтармен танысуға және осы тестілеуді өткізу процесімен танысуға үлкен мүмкіндік тудырады, және бұл өзінің оң нәтижесін береді деген үміттеміз. Жақсы, біздің студиямызға хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қойыңыз. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Біріншіден мен айтайын дегем, жазылып тұрған ертіс адалдық алаңы деген не сөз? Ертіс өзені ма? Ертіс футбол командасы ма? Сондай бір түсініксіз келмейді мүлдем. Екіншіден мына көшеде тұрған билбордтар бар ғой, жаяу жүргіншілер астынан балады өтіп атады, өте ауыр жасалған. Енді өте қауіпсіз. Ана біреудің басына құлап кетсе, Құдай сақтасын, мен өзім айланып көшенің жанымен жүрем. Ол қаншалықты заңды қойылған билбордтар. Бұған прокуратура, басқа қоғам жаңағы құқық қорғау орындары қалай қарайды? Үшіншіден мына Артурдың тағы басқа жерлерде мынау Өзбекстаннан келген ағайындар неше түрлі пісіріп сатып жатады, соларды кім қадағалайды? Полиция қадағалай ма? Соны сіздер кішкене араласасыздар ма осы сұрақтарға? Сауалыңызға рахмет. Үш бірдей сауал қойған екен. Енді экрандағы бүгінгі жобаның тақырыбы ертіс адалдық алаңы. Жаңа біз осы тақырыпты бүгін қозғап жатырмыз. Ал енді екінші, үшінші мәселеге байланысты жаңағы жемқорлық саласына қатысты ілінген билбордтар, олардың қауіпсіздігі мен мына басқа өңірлерден келіп сауда-саттық жасайтын азаматтарға байланысты шығар. Рахмет сұрағыңызға. Енді ең бірінші сұрағыңыз бұл ертіс адалдық алаңы атауына қысқаша жауап беретін болсам, жаңа атап өттім ғой, елбасы өзінің Қазақстан халқына жолдауында еліміздің барлық өңірлерінде осы жобаның қызметін бастауды бекіткен болатын. Осыған байланысты енді ертіс өңірі болғандықтан біз Павлодар адалдық алаңы дегендінің орнына осы ертіс адалдық алаңы атауын қоюды жөн көрдік. Мысалы үшін енді Шығыс Қазақстан облысында Шығыс адалдық алаңы, Батыс Қазақстанда Ақжайық адалдық алаңы деп өздері енді өңірлеріне байланысты жақын атауларға белгілеп жатады ғой. Осыған сәйкестендірілген деп өзім санаймын. Енді екінші сұрағыңыз жаңағы көшедегі билбордтар. Бұл билбордтар арнайы растау және рұқсат беру құжаттарының негізінде беріледі. Ол қала ішіндегі барлық осы жарнамалық билбордтарға қателеспесем сәулет және қала құрылысы басқармасы рұқсат қағаздарын береді, және сол рұқсат қағаздарының негізінде егер де қандай да бір қауіпті билбордтардың бар болған жағдайда сіз жаңағы аталған WhatsApp желісіне немесе ертіс адалдық алаңына келіп хабарлауыңызға мүмкіндігіңіз бар, және біз оны ол сіздің шағымыңыз ба, егер арызыңыз бола ма, соны қарастыруға міндетті боламыз. Ертіс адалдық алаңы осы Кривенко көшесі 25 екінші қабатта орналасқан, барлық көрсетілген билбордтары бар, табуға өте оңай. Сондықтан келіңіздер, әрдайым көмектесуге дайынбыз. Енді жаңағы өзге елдің азаматтары осы қаламызда немесе елімізде осы сату-саттықпен айналысатын, неше түрлі заттар сатылады ғой. Дегенмен бұл жерде де рұқсат қағазсыз ешқандай
сатуға мүмкіндіктер жоқ кез келген азаматтың. Бұл жерде полиция департаменттері өздерінің тиісті шараларын жүргізеді. Біз болашақта міне осы полиция департаментінің қызметінде осы ертіс адалдық алаңы жобасы аясында бағана айтылған денсаулық сақтау саласындағындай мониторинг жұмыстарын жүргіземіз. Сол уақытта арнайы жарнамаларды береміз. Өздеріңіздің шағымдарыңызды, ескертулеріңізді жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Және жалпы бұл жобалық кеңсенің негізгі бағыты бұл қоғаммен бірлесе отырып анықтау ғой жаңағы кемшіліктерді. Басында атап өттім ғой, бұл жобалық кеңсе және биліктің арасындағы, билік пен халықтың арасындағы бір алтын көпір тектес. Енді жаңағы білім саласындағы осы жобаның жүзеге асырылуына тағы бір оралсақ, бізге мына жүгінген бірнеше жоғары оқу орнының студенттері бар екен, жаңағы жоғары оқу орындарындағы жемқорлыққа байланысты. Еркеғали аға, егер сізге қоғамдық белсенді ретінде сол мәселен студенттер жүгінсе, қандай да бір көмек бере аласыз оларға? Міндетті түрде береміз, өйткені арнайы мониторинг тобының мүшесі болғандықтан оны біз қабылдаймыз. Бізге келіпсе менің жеке телефонымды бере аласыз, сізге хабарласқандар болса, оны біз қабылдап, одан біздің жетекшіміз бар, Қобыланбек Қожин, осы арнайы мониторинг тобының мүшесі, жетекшісі, осы солтүстік жаңа орталық өңірдің және шығыс өңірінің республикалық өңірдің жетекшісі болып табылады ол кісі. Сол кісі сол хатпен мониторинг жүргізу бойынша сыбайлас жемқор жаңағы мемлекеттік істер бойынша департаментіне хатпен шығамыз. Одан кейін мониторинг тексеріс жүргізіледі. Сол жаңағы хат бойынша, студенттердің арыздары бойынша, шағымдары бойынша. Департаменттің қызметкерлерімен бірге сол жаңағы айтылған факті бойынша барып тексерулер өткізеді. Жаңа Нұржан айтып кетті. Біз оның бәрін шын рас екен дәлелдеу керек, сұрастыру керек. Бәрін заң шеңберінде расталса, оның бәрі біз тексеруге және оған жауап беруге міндеттіміз. Біздің хабарымызда өз мәресіне жақындап қалған сыңайлы, бірақ дегенмен бір қоңырауды қабылдап үлгерейік. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қойыңыз, қысқа нұсқа бірақ. Саламатсыздар ма, кеш жарық. Мен білейін деген сұрағым, жаңа жер туралы бір сұрақтар болды. Теренші жөнінде Ақтоғай ауданында жер алды. Менің білейін деген мынау қыста Лебяжі ауданында шет елдің Қытайдың бір агрофирмасы жерді жырып тастап солған бір реніш болып жатты. Сол жөнінде сұрақтар реттелді ме екен, соны білейін дегенде. Енді бұл сұрақ менің ойымша сол ауданның әкімдігіне немесе жер қатынастары бөліміне қойылуы тиіс. Дегенмен де біздің де бүгінгі меймандар осы сауалды өз қаперлеріне алады деген ойдамыз. Сауалыңызға рахмет. Біз осы сауалға байланысты келесі бағдарламаға хабарласып өз сауалыңызды қойсаңыз болады. Жалпы бүгінгі күні осы жобаның қандай да бір нәтижелері бар ма жүзеге асырыла бастағаннан бері? Бұл жобаны жүзеге асырыла бастағаннан бері бір айта кететін жай, бұл тек қана жаңағы мемлекеттік мекемелерде істейтін біздің қызметкерлердің кемшіліктерін іздеп, оларды сол бір жазалау ғана емес, бұл жерде оларда қандай мәселелер бар, соны да шешу болып табылады. Мысалы, біз сарапшы ретінде екі сұрақ жаңа бастап жатырмыз білім беру саласында. Мен сарапшы ретінде екі сұрақ қойып едім. Бірінші, қазір біздің мемлекеттік мектептердің ішінде шағын орталықтар деген бар. Ол мектептің ішінде 5 жастағы, 3 жастағы балалар қалай және санитарлық нелерге сай келе ме? Соған мониторинг жасау, біз оны сараптамадан өткізу керек болады. Екіншісі, бір мекеме жоқ, мұғалімдерден басқа өз кабинеттеріне жаздың күні жөндеу жасайды. Әкімдіктің адамдарын жөндеп жасаған ешкім көрген жоқ қой. Басқа кез келген ешкім жасамайды. Неге мұғалімдер өз кабинеттерін жаздың күні өздері жөндеу керек? Соны сараптамадан өткізу керек. Бұл заңға сәйкес келе ме? Сәйкес келмей ме? Сәйкес келмесе неліктен ол бізде ол қалыптасып қалған, әлде кеңес өкіметінен қалып қойған сол жағдай ма? Бұны да сараптамадан өткізіп, осы екі мәселені көтеру. Ал нәтижелер жаңа басында айтылды, нәтижелер болады. Оны енді жаңа қосымша кешіріңіз, осы қысқа уақыт мерзімінде осы жобалық кеңсемен қоғам бірлестіктермен бірлесіп отырып, осы ертіс ауданындағы
әкімшілік полиция бөліміндегі тіркеу және емтихан тапсыру бөлімшесінде бірқатар сұрақтар көтерілген болатын. Қысқаша тоқталып өтейін. Бұл жерде жаңа мысал үшін біз жобалық кеңсенің негізгі мақсаты қызмет алушыларға қолайлы жағдай тудыру деп айтып жатырмыз. Ал осы Ертіс ауданындағы тіркеу емтихан тапсыру бөлімінде мемлекеттік қызметті алушылардың тарапынан барлық құжаттар тікелей осы полиция қызметкерлерінің тікелей алынып отырған. Демек, бұл жерде халыққа қызмет көрсету орталығы болмаған және тәжірибелік емтихандарды тапсыру автодромы болмау бірден-бір себеп сыбайлас жемқорлық бұзушылықтарын жасауға ықпал ететін себептер болып табылғандықтан, бүгінгі күні осы жобаның аясында бөлімше халыққа қызмет көрсету орталығына беріліп, тиісті шаралар қабылданды. Рахмет. Хабарымыз соңында осы Ертіс адалдық алаңының тағы бір телефонын хабарлап өтсеңіз көрермендерімізге. 8-747 404 1424. Неге құрметті көрермен, өздеріңізді алаңдатқан, қордаланған немесе жемқорлық фактілері байқалған кезде осы телефон бойынша мәліметтерді бере аласыздар. Құрметті көрермен, осымен бірінші студия бағдарламасы тәмам. Сау, саламатта болыңыздар.